Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен қазіргі таңда ұрпақ тәрбиесі бөлімін өтіп жатырмыз. Бүгінгі жиынтық бағалау жұмысы біз оқыған шығармалар Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы, Медетбек Темірханның Тәуелсізбін өлеңі бойынша болмақ. Оқу мақсаты: шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Бағалау критерийі: шығарманы ұлттық құндылықтар тұрғысынан талдайды, әдеби эссе жазады. Сіздерге жұмысты орындауға 15-20 минут уақыт беріледі. Бірінші тапсырма: екі тақырыптың бірін таңдап, ұлттық құндылықтар тұрғысынан талдаңыз, әдеби эссе жазыңыз. Біріншісі: Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы шығармасында шындық, құрмет, әділдік қалай көрініс тапқан? Шындықтың ащы даңқы тақырыбында әдеби эссе жазасыздар. Екіншісі: Темірхан Медетбектің Тәуелсізбін өлеңінде қазақтың сан ғасырлық арманы, тәуелсіздік бақыты, азаттық бейнесі қалай жырланды? Мен тәуелсіз елдің азаматымын тақырыбында әдеби эссе жазасыздар. Сөз саны 120-150 сөз. Дескриптор: шығарманы ұлттық құндылықтар тұрғысынан талдайды, әдеби эссе жазады. Құрметті оқушылар, тағы да қайталаймын. Бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Ұлттық құндылықтарды ажырата алғандарыңызға 1 ұпай, шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдай алғандарыңызға 1 ұпай, эссенің құрылымын сақтағандарыңызға 1 ұпай, тақырыпты аша алғандарыңызға 1 ұпай, өзіндік ой тұжырым жасай алғандарыңызға 1 ұпай, сөз санын сақтағандарыңызға 1 ұпай, сауатты жаза алғандарыңызға 1 ұпай беріледі. Барлық ұпай саны 7. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.